Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен English класстың 45-ші бетіндегі Video Games тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет, себебі менің видеоларымның көбісін каналға тіркелмеген оқушылар көреді екен. Сонымен бастаймыз. Бірінші тапсырмада сендерге мынандай сұрақ қойыпты. Do you know the video games in the photo? Мына суретте берілген видео ойындарды білесің бе деп. Егер білсең, yes, I do деп жауап бересің. Егер білмесем, no, I don't деп жауап бере бер. Арға екінші тапсырмаға келдік. Екінші тапсырмада саған айтады. Read the text and complete the gaps 1 to 4. Read the sentence A to E. There is one sentence that you don't need. Listening check. Яғни мына жердегі берілген бөлімдерді, бірде төрт бөлімді мына берілген A-ден B-ға дейінгі, A-ден I-ға дейінгі сөйлемдермен сәйкестендіруің керек. Және біреуі артық дейді. Яғни бірде бізде, қараймыз, бірде бізде E болады, екіде бізде A болады, үште I болады және төртте B жауабы дұрыс болады. Яғни бізде артығы осы екен. Енді үшінші тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырмада сендерге айтады. Build vocabulary, find the nouns for these verbs and the article. Яғни мына жердегі берілген қатесіндерді мына мақаладан табуын қажет деген мен жауабын қойып қояйын. Бірде designers болады, яғни video games designers video game designers make all sorts of the games. Яғни видео ойынды құрастырушылар, дизайнерлері барлық түрдегі ойындарды жасайды. Shigeru Miyamoto was the creator of Mario. Shigeru Miyamoto ол Mario деген кейіпкерді шығарған адам. My favorite form of entertainment is TV. Менің сүйікті ойын-сауық әрекетім ол теледидар көру. There is a large choice of books in the library. Бұл жерде көп үлкен таңдау мүмкіндігі бар кітаптарды кітапханада. My favorite football player is Lionel Messi. Менің сүйікті футболшым ол Лионель Месси. 6. You use your imagination when you write a story. Сен қолданасың өзіңнің қиялыңды қағда оқиға жазатын кезде. It was a disappointment when the film didn't win an Oscar. Бұл түсінбей қалдым. Яғни фильм Оскарды ұтпаған дейді. Енді төртінші тапсырмаға келдік. Балалар, төртінші тапсырмада сендерге сұрақ берілген, осы сұрақтарға толық жауап беруіміз қажет екен. Қараймыз. Бірінші сұрақ. Do you play video games? Why not? Сен видео ойындар ойнайсың ба? Неге, неліктен? Yes, I do. Я мен ойнаймын. I play Roblox because it's interesting. Мен Roblox ойнаймын, өйткені ол өте қызықты. 2. What games do your friends play? Сенің достарың қандай ойындарды ойнайды? They play Subway Surfer. Олар ойнайды Subway Surferді. Why don't you think games are popular? Сен неге ойлайсың ойындар атақты деп? Because they are fun, interactive, all the challenges and the rewards allow people to connect to and escape into exciting worlds. Яғни ол өте қызықты, интерактивті және қиындығы бар, нәтижелі, жеңісті және саған мүмкіндік береді адамдармен байланысуға және де әсерлі әлемге тап болуға. 4. Why do you think games are... What games do boys and girls play? Ұлдар мен қыздар қандай ойындар ойнайды? Boys often like action sports and the shooting games, while the girls often enjoy simulation, creative and puzzle games. Also, many games such as Minecraft or Roblox are popular with boys. Яғни айтады сендерге ұлдар жақсы көреді іс-әрекеттік, спорттық, атыс шабыс ойындарын, в то время как қыздар жақсы көреді шығармашыл, пазл ойындарын деген сияқты. Бірақ екі ұлдарға да қызға да ортақ ойындар ол бізде Minecraft пен Roblox ойындары екен. What can you learn about video games? Video геймдерден не түсінесің? You can learn problem solving, teamwork, creativity, strategic thinking, and even new language from the video games. Яғни сен видео ойындардан үйрене аласың, проблемалар шешуді, командалық жұмыстарды, шығармашылық, стратегиялық ойлауды және де жаңа тілдерді үйрене де аласың дейді. Енді балалар сендерге уәде бергенде мына жердегі тексттің аудармасын оқып берейін. Бастадық.
Видео ойындары және консольдер үлкен бизнес. Қазір ойындар қыздар мен әйелдерге де, сондай-ақ ұлдар мен ер адамдарға да ыңғайлы. Адамдар көбіне бұл ойын-сауық түрін теледидар көргеннен емес, киноға барғаннан жақсы көреді. Бұл фильм және теледидар әлемінде жұмыс істейтіндер үшін жаман емес. Шын мәнінде бұл өте жақсы. Екі орынға тиісті сөз фраза тұрады, яғни бірде бұл жерде екінші орынға тиісті фраза сөзіміз ол бізде мынау етін. Қараймыз, бізде ол Today company sell more than 100 million games year деген сөз екен. Жалпы балалар мына жерге жаңа қойған сөздеріміз бар еді, соны қойып шығуымыз керек мына жерде A-ден E-ға дейін берілген бойынша. Яғни бұл фильм және теледидар әлемінде жұмыс істейтіндер үшін жаман емес. Шын мәнінде бұл өте жақсы тұрады. Фильмдерде көрінуден басқа актерлер дауыс беретін жұмыстарды атқарады. Бұл олардың дауысын радио қойылымдарда, анимациялық фильмдер мен видео ойындарда еститінімізді білдіреді, бірақ оларды ойнап жатқанын көрмейміз. Видео ойындар 1980 жылдарда танымал бола бастады. Сол кезде Nintendo компаниясы Mario кейіпкерін жасады. Ойынға жасаушылар Marioны қарапайым еңбекқор ұсақ техника түрінде жасайды. Үлкен мұрны бар, басында қалпағы бар. Бұл шағын адам көптеген адамдардың қиялына әсер етті. Шын мәнінде кейбір фильмдер продюсер оның қаншалықты табысты екенін көргенде, олар сол кейіпкерлермен түсіргісі келеді. Ұқсас идеяларды қоямын. Super Mario Bros. Фильмі Марио сериясының негізінде жасалған, ал 2008 жылы Голливуд продюсері Джон Дэвис Симс бойынша жасағысы келген. Неліктен екенін түсіндіріп оны Симс ойыншыларға үйлерді жобалап салады, ол өте креативті болды, әрі тез арада өте танымал болды. Бірақ ойынды фильмдер айналдыру оңай шаруа емес. Марио жағдайында фильм көптеген жанкүйерлер үшін көңілінен шықпады. 4-ші орынға сөйлем келеді дейді. Ал Симс бойынша фильм әлі де жасалу үстінде дейді. Жалпы балалар, сабақ ұнаса каналға тіркел, комментарийге рахмет деп жазып кет. Goodbye, have a nice day.